Копилкада тағын бір үшлі. Мен оқырға кіргеннен берлі гіл үшліге оқим жамағат. Ие дұрыс ешіттігіз гіл үшліге. Білесігіз келсе, гіл үшліге ақы беру жеңіл түгіл ол. Өзігіз ойлап қарағыз. Үшліден азғыны артқа шегенсің, икілі күтіп тұра. Азғына алға кетіп, дөртлі, ялғыш қына, бешлі алып шибердің ме? Оқытушылар, міне бе, бұлдырасың, ялқауланып қына ересің деп тағын тіңкеге тиелер. Шоңа көре ептәшілер. Нықлы үшлі позициясында тұрының ауырлығын білеміз. Тек оқытушылар мұны негедір оңламай, алар яғынан үшлігі оқушыларға иқтибар жетмей. Әне бейт, екілі қапшықларын бастырып сүгәлер, әтиянилерін мәктәпке шақырталар. Жылышларда да тәрбие сағатларында сүзгіл алар тұрында ғына бара. Әйтірсіңлі алар екілі қапшықлары түгел. Әне недір бір милли геройлар. Әдүртлі бишігі оқушыларыны біз еллар бойы мақтау тоқтасында көреміз. Олар нүгіл мақта, қадірлі, бүләклер гіне беріп тұралар. Әбізні, үшілік оқушыларыны иске долмылар. Әйтірсіңлі біз дүнияда бүтінлей yok. Шамғият иқтибарынан да біз гүлшетті. Әне бейт, язушылар, шоғерлерді. Әйкілік оқушыны қорлап, әдүртлі бишігі оқушыны мақтап язалар. Жәмәғәт, біз үшлігі оқушылар мынды хал білен кешіп ешерге тиеш түгілбіз. Бұл ситуацияны өзгертір үшін мақтау тоқтасына үшлігі оқушыларының да сүрәтлерін қойырға керек. Аннары язушылар ұйышмасына әсәрлер ижат етіні сұрап, хат язырға керек бұлыр. Өзіміздің ветеранларыны да ұнытмайық. 10 ел мәктәпте үшлігі оқыған, үшлігі оқушы 8 бала өстірген. Хам қазіргі уақытта ұнықларын да шулы құрықта тәрбиелеуші үшлі бай аға Кемсуддиновны да ұнытып барабыз түгіл ме? Мен бұл көркем кішіге ауылда хайкәл қойырға тағытым етем. Шулай түйіптәшілер, бізге үшлігі оқушыларының дәрежесін көтеру үшін армый-талмый эшләргә кирәк.